8-ci сабақтың тест тапсырмалары. Бірінші тапсырмада төмендегілердің қайсысы ең кіші сан дейді. Яғни бұл жерде ең кіші санды анықтау үшін барлығын салыстырып шығуымыз керек. Бөліміне қараймыз. Бөлімі жоқ. Алымында бірдей екен. Алымдары барлығында бірдей екен. Міне 3 және 3. Демек, бөлімі ең кішкентай болған үлкен болады. Міне, мынау. Бұл үлкен екен ғой. Бізден сұрап тұрғаны ең кішісі деп тұр. Ең кішісі демек бөлімінде үлкен сан тұрса ең кішісі болады. 3-те 11-ге бөлген кіші болады. 3-те 4-ке бөлгеннен, яғни 3-те 4-ке бөлсе үлкенірек шығады. 3-те 11-ге бөлсе майда кішкентай сан шығады деген сөз. Келесі төмендегілердің қайсысы ең үлкені? Үлкені. Мына жерде берілді. Барлығының үсті тең екен алымы 5. Ең үлкені ең аз санға бөлінгені 17, 13. Міне 13-ке бөлгені ең үлкені. 13-тен 5. Мына жерде 11-ден 3 болған, ол ең кішісі деді. Мына ең үлкені 13-тен 5. Барлығынан ең үлкені сол. Келесі. Төмендегі ABC сандарын өсу ретімен орналастырыңыз дейді. ABC сандары берілген. Бөлімдерін теңестіріп алам. Барлығын 20-ға келтіріп алам. 20-дан 3 бұл A-ға тең. Б'мыз 20-ға келтірем. Ол үшін мына жерін 4-ке, мына жерінде 4-ке көбейтем. Сонда мына жер 8, мына жер 20 болады. С-мыз 2 көбейеді. Сонда мынау 20, мынау 6 болады. Демек, ең үлкені Б боп тұр ғой. Б'мыз үлкен боп тұр. Одан кейін С боп тұр. Сосын А боп тұр ғой. Сандардың өсу ретімен деді. Демек, ең кішісінен бастаймыз. Ең кішісі А екен. Сосын С екен. Сосын Б екен. А, С, Б. А, С, Б. Д нұсқасында көрсеткен. Көрдіңіздер ғой, қалай анықтағанымды көрдіңіздер. Төмендегі ABC сандарын кем ретімен орналастырыңыз дейді. Кем ретімен жазамыз. Бөлімі әртүрлі қиын сандар екен. Алымын келтіріп алайық. А-нікін келтірем. А-нікі барлығын 10-ға келтіруге болады. Мынаны 2-ге көбейтем, мынаны 5-ге көбейтем. 2-ге көбейтсем 10-да 26 болады. Дұрыс па? 26-дан 10. Б нұсқасында 10-нан үстінде астында 55 болады. С өзі бойынша сақталады. Астында 17. Енді ең үлкені қайсы бұл жерде? Осы С боп тұр. С үлкен, одан кейін А боп тұр, сосын Б боп тұр. Ең кішкентай Б екен. Бізге айтып тұр кем ретімен. Дәл осы кем ретімен жазылған. Дұрыс па? Ең үлкені А. Жоқ, С. Міне, ең үлкені С. Ортада А болу керек ғой. С, сосын А, сосын Б. Бұл жерде терісінен орналастырған көрдіңіздер ғой, Б'мыз кіші Адан, A'мыз кіші S'дан. Яғни С ең үлкені деп тұр. Мына белгісі теріс қойылған, негізі бірақ жаңа айтылған шарт бойынша жазылған. Кему ретімен, яғни кему ретімен орналастырғанны терісімен жазғанда, түсінікті ғой, теріс көрсеткен. Мынау Д нұсқасы болады. Ең үлкені соңына жазылған, бірақ мына таңбасы бойынша қарайтын болсақ, үлкен кіші таңбасымен қараған кезде әдем ретімен жазылған ғой. 0 мен 1 сандарының ортасына орналасатын сан табыңыз. 0 мен 1-дің ортасына орналасатын сан. 2-ден 3 бұл дегеніміз аралас санға келтірсек 1 бүтін 2-ден 1 болады. Дұрыс па? 5-тен 5 бұл 1 бүтін болады. 5-ті 5-ке бөлсек. 9-дан 7 бұл дұрыс бөлшек. Мынау аралас сан. Яғни 1 бүтіннен үлкен. Мынау 1 бүтін. Мынау 1 бүтіннен үлкен. Яғни 1 бүтін 2-ден 1 бар. Мынау 9-дан 7. 1 бүтінді 9-ға бөлген, соның 7 бөлігі. Мынау 0 мен 1-дің ортасында. 1-ден үлкен емес, 0-ден кіші емес. Сын нұсқасы. Менде 2 алма бар дейді. Менде 2 алма бар. Оны 3 досымен бірге тең бөліп жедік. Әр адамға қандай үлестен тиеді дейді. 2 алманы 3 адам жеген. Демек 3-тен 2 болады да ол, 2-ні тең 3-ке бөлеміз. Ол 3-тен 2. Әр адамға 3-тен 2-ден тиеді деген сөз. Түсінікті ғой, Менде 2 алма бар, оны 3 досын бірге бөліп жедік. Дұрыс, 3-тен 2 болады. Келесі. 4-тен үлкен, 5-тен кіші санды табыңыз. 4-тен үлкен болатын, 5-тен кіші. Мына 4 бүтін 3-тен 4 дегеніміз өз негізі. Мына 4 3-ке бөлсек 1 бүтін шығады, сонда 4-ке 1 қосылады, тағын 3-тен 4 болады. Бұл 5 бүтін 3-тен, мына жер 1 ғой, 1 қалдық қалады. 5 бүтін болып кетті. Мынаны 2-ге бөлсек 4 бүтін 2-ден 1 қалады. Дұрыс жоға? 4 бүтін өзі қалады.
4 бүтүннүн өзү калат. 41'de 8'e bölsek 5 бүтүн 8'den 1 kaldı kalат. Мына жер 4 бүтүн 8'den 3. 4'тен үлкен 5'тен кичи. Міне мынау. Мына жері 4 бүтүн 3'тен 1. 4 бүтүн және одан кейін бір затты тең 3-ке бөліп, соның біреуін алған деп тұр ғой. Түсінікті ғой, 4 бүтүн 3'тен 1. Келесі. Арман суретте берілгенде тең 8 бөліктерге бөлінген пиццаның 3 бөлігін жеген болса, ол пиццаның неше бөлігін жеген деп сұрап тұр. Арман суретте 8'ге бөлінген, соның 3-ін жепті. 8'ден 3 деген сөз. 8'ден 3 д нұсқасында берілген міне. Келесі. Менде 2000 теңге бар. Осы ақшаның 4'тен 3 бөлігін жұмсаған болсам, менде неше теңге бар дейді. Онда менде неше теңге бар. Қараңыздар. 2000 теңгені тең қаншаға бөліпті? 4-ке бөліпті. Өзі айтып тұр, 4-ке бөлдік дейді. 4-ке бөлеміз. 4-ке бөлсем 500 шығады. 500-ден 4 бөлік екен де. 500, 500, 500 және 500 деген 4-еу бар екен. Соны қосқанда қанша? 2000 болады екен. Сол ақшаның қаншасын жаратыпты? 3-еуін жаратыпты. Міне мынаны және мына 3-еуін жаратыпты. Бұл 3-еуіні қоссам қанша шығады? Жерден қайырып алайық. 1500 шығады. Түсінікті ғой, бұл мынау нұсқасы, яғни д нұсқасы. 4-тен 3 дегенімізді осылай анықтауға болады. Түсінікті ғой, 4-тен 3 деген сондай еді ғой мағынасы. Мен бір аптада 2 күн демалатын болсам, менің бір аптадағы демалыс күнім бір аптаның қандай бөлігіне тең? Яғни бір апта дегеніміз 7 күн. Соның неше күн демалам? 2 күн. 7-ден 2. Демек, А нұсқасы. Мен бір аптаның 7-ден бір аптаға тиісті бөлігін есептейтін болсын, 7-де 2 деп айтылады бұл. 7-ден 2.